Ызғарлы түнде әңгіме. Англия қалаларының біріндегі ызғарлы түн болатын. Жұқа киімді 6-7 жас шамалас қою қара шашты бала жол бойында әлсіреген күйде келе жатты. Жаңа жыл түндерінің басы болғандықтан да көше сатушыларынан басқа айналада тірі жан жоқ еді. Барлығы өз үйінде. Байлар жаңа жылды керемет дастарханмен, ал жағдайы төмен адамдар қал қадірінше күтіп жатқан болатын. Суық мезгілде жұқа киімде жалғыз жүрген баланы көзі шалған сатушының бірі жанындағы әйелге қарап тіл қатты. Түн ішінде жалғыз жүрген анау баланы көрдің бе? Иә, жетім балаға ұқсайды ғой. Ата-анасын қайтаратын адам іздеп жүр деседі. Бірақ оның қайда екенін білмейді ғой, деп қарқылдап күлді. Қасындағы серігінің күлкісін құп көрмеген екіншісі оған тоқта дегендей ишара жасады. Бұл уақытта сатушы ағайдың сөзін құлағы шалған бала оларға қарай аяңдап келе жатты. «Сіз рас айтасыз ба?» деді ерні дір-дір етіп. «Ата-анамды қайтара алатын сиқыршы бұл өмірде бар ма?» Баланың көзіндегі жарқ-жұрқ етіп оянған отты көрген сатушы әлгінде айтқан сөзі үшін өкініп қалды. «Балам, мен жай қалжыңдап айттым. Ондай сиқыршы өмірде жоқ, болмаған да. Ал өзіңнің әке-шешең қайда? Мынандай суықта, кеште жалғыз өзің не істеп жүрсің?» «Мен ата-анамнан жаңа жыл қарсаңында айырылған болатынмын. Сол кезде Сантадан оларды өмірімнен алып кетуін өтіндім, ал дәл қазір оларды қатты сағындым», деді қайғыра. «Балам, мен Сантаның жаңа жыл түні жақсылық жасаған адамның тілегін орындайтынын естіген болатынмын», деді екінші сатушы. «Кел, біздің жәшіктерімізді есік алдына дейін апарып бер. Бәлкім ата-анаңмен бүгін кездесетін шығарсың». Солайша алма толы жәшікті көтерген бала есік алдына дейін келді. Өзіне жанашырлық танытқан сатушы оның қолына үйінен алып шыққан ыстық бәлішті ұстатты. Бәліштің бір жартысын тістеген бала бойына қуат алып, көше бойындағы орындыққа жайғасты. «Бәлкім, Санта мені осы кеште ата-анаммен қауыштырар», деді сатушы әйелдің айтқан сөзіне ойланып. Осылайша аспанға көз жібере сол түнгі оқиғаны еске ала бастады. Пеш түбінде отырған бала ата-анасына қатты ренжулі еді. Оның себебі әкесі мен анасының өзі қалаған ойыншығын әперуден бас тартқандығы болатын. Негізі бұлардың тұрмысы қиын жағдайда болатын. Әке-шешесі балық аулап табыс табатын. Осының бәріне налыған ол Сантадан әке-шешесінің осы кеште үйге оралмауын тілеген. Дәл сол күннің ертесінде ата-анасының мұз ойылып кетіп, суға кеткені туралы хабар келді. Сол сәттен кейін үй қожайыны да оны үйден қуып шықты. Содан бері көше кезіп өмір сүріп келеді. Осының бәрін ойлаған бала орындық үстінде бүрісіп отырды. Кенет денесі жылып, ыстықтай бастады. Айналасы жап-жарық, ортадағы отты қоршай билеген адамдар. Арасында ата-анасы да жүр. Сірә жаңа жылды тойлап жатқанға ұқсайды. Бір кезде олардың құлағына ұлдарының ашынған даусы естілді. Қараса, анадай жерде өздеріне қол соза балалары келеді екен. Өздеріне тіл қатып тұрғанға ұқсайды. Тыңдап бақса, «Мені кешіріңіздерші, тым ақымақ болдым. Өзімшілдікпен сіздерден айырылдым. Мені жандарыңызға алыңыздаршы», деп келеді екен дір-дір ете. Баласының даусын естіген ата-ана балалары жаққа қол соза көк арасына еніп жоқ болды. Біраздан кейін аязды кеште үсіп өлген баланың денесін дәрігерлер арнайы жерге апара жатты.